Сәлеметсіздер ме? Арнайы пәндер оқытушысы мен Әкімбек Жанар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қозғалыс еркіндігі. Бүгін біз қарастырамыз туристік саяхаттарды жасауда, құжаттарды даярлауда, шекарадан өту іс-әрекетімен байланысты туризмнің маңызды элементтерінің бірі виза және оның түрлерін қарастырамыз. Визаның қандай түрлері бар? Шенгендік виза қойылатын талаптар, рұқсат алу үшін қандай құжаттар қажет? Шетелге шығушы әрбір азаматтардың төлқұжаты және міндетті түрде виза болу керек. Виза бұл туристердің виза жалпы шетелдік үкіметтің сол елден кіріп шығуға берілген рұқсаттамасы немесе рұқсат қағазы. Әрбір мемлекет өз шекарасын әскермен немесе құжатпен қорғайтыны бәрімізге белгілі. Заңды құжат визаның болуы сіздің барған мемлекетіңізде емін-еркін жүріп тұруға мүмкіншілік береді. Визаның қандай түрлері бар? Виза қысқа мерзімді және ұзақ уақытына қарай қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді болады. Қысқа мерзімді ол 1 тәуліктен 90 тәулік аралығында, ұзақ мерзімді 90 тәуліктен бірнеше жылға дейін созылуы мүмкін. Жалпы виза дипломатиялық, іскерлік, қызметтік, туристік, транзиттік және студенттік немесе оқуға арналған виза бірнеше түрлері бар. Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігінің ресми сайтынан біз визаның толық түрлерін қарастыра аламыз. Визаның түрі А1, А2 дипломатиялық виза. Шет мемлекеттердің үкіметтердің басшыларына және олардың отбасы мүшелеріне берілетін виза А1 санатындағы дипломатиялық виза екен. Қызметтік виза. Визаның түрлерін қарастыра аламыз. С1, С2 инвесторлық виза, Д1, Д2, Д8-ге дейін іскерлік виза және F1 туристік виза. F1 санатындағы виза Қазақстан Республикасында турист ретінде жіберілетін шетелдіктерге берілетін виза. Туристік виза және бұл өте көп қолданылатын визаның түрі. Бұл визамен жұмыс істеуге және ғылыми зерттеулермен айналысуға тыйым салынады. Тек қана туристік қызметке жүгіну керек. Құжат алудан бұрын төлқұжаттың сіз тоқтайтын жеріңіз немесе қонақ үйіңіз көрсетілуі тиіс. Тур маршрут және баратын келетін уақытыңыз көрсетілуі тиіс. 15-90 күн аралығында берілетін қысқа мерзімді визаға жатады. Және транзиттік виза H1 оқуға арналған L1 визасы. Білім алуға арналған визалар немесе студенттік виза L1, L2 визасын айтуға болады. Жалпы осы сайттан сіздер визаның барлық түрлерін көре аласыздар. Еуропа одағының бірқатар елдері арасындағы төлқұжаттық және кедендік бақылауды алып тастау туралы келісім. Бұл Шенген келісімі. Шенген визасы осы Шенген келісімнің мүше мемлекеттері арасында кедергісіз жүруге мүмкіндік беретін бірыңғай виза. Шенген келісімдегі мүше елдер суретте көрсетілген елдер Шенген келісімінде Франция, Чехия, Испания, Дания, Германия, Латвия, Литва, Португалия сияқты тағы басқа бірқанша мемлекеттерге осы Шенген визасы арқылы кедергісіз жүруге болады. Енді Қазақстан Республикасы азаматтары Шенген визасын қалай ала алады? Шенген визасын кез келген Шенген келісімдегі мемлекеттің консулдық қызметінен алуға болады. Алайда сіз қай елге баратыныңыз, қай елде көп уақыт тоқтайтыныңыз туралы анықтап алған дұрыс. Себебі егер Франция еліне сапарға шығатын болсаңыз, бірінші баратын еліңіз Франция болуы шарт. Шенген визасына қойылатын қандай талаптар бар? Шенген визасын алуға қойылатын. Шенген визасын алуға арыз берген азаматтардың шетелдік төлқұжатының
төлқұжаты немесе паспорты берілген мерзімі 2002 жылдан кейінгі жылдар болу керек. Төлқұжаттың кем дегенде 2 беті толтырылмаған болуы тиіс. Сапар мақсаты мен барысын айқындайтын құжаттар болуы тиіс. Сапар, демалыс, шақырту және халықаралық медициналық сақтандыру куәлігі міндетті түрде болуы қажет. Біз визаның түрлері және Шенген визасын қарастырдық, және Қазақстан азаматы визасыз шығуға болатын қандай елдер бар. Жалпы ТМД елдерінде біз визасыз баруға мүмкіншілігіміз бар. Мысалы, Ресей, Өзбекстан, Қырғызстан, Грузия, Монғолия, Әзербайжан, Тәжікстан қатарлы бірқанша мемлекеттерге визасыз барамыз, және 2017 жылы 1 қаңтардан бастап тағы сол тізімге бірнеше мемлекеттер қосылған екен. Оны біз егов сайтынан толық ақпаратты көре аламыз. Қазақстан Республикасы азаматының паспорты N, және біз визасыз баратын елдерді осы сайттан көре аламыз. 90 күнге визасыз Әзербайжан, 30 күнге визасыз Аргентина. Қайсы елдерге визамен баруға болады, қайсы елдерге визасыз баруға болады, және осы сайттан толық ақпараттарды көре аласыздар. Бүгінгі сабағымызда әрбір туризм маманы білуі тиіс шетелге шығу үшін маңызды құжаттардың бірі виза және оның түрлері, және шенгендік виза туралы қарастырдық. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.